Ал енді балалар, амандасып алайықшы. Амансың ба, алтын күн? Амансың ба, көк аспан? Амансың ба, жер ана? Амансың ба, достарым? Сендерді көрсем қуанам. Тамаша. Отыра қойыңдар балалар. Тамаша. Балалар, бүгінгі біздің жапсыру сабағымыздың тақырыбы домбыраның күмбірі. Балалар, суретте назар аударайықшы суретте. Не көріп тұрсыңдар? Кімдерді көріп тұрсыңдар? Айсұлу мен Қуаныш. Иә, балалар? Айсұлу мен Қуаныш не істеп отыр? Дұрыс айтасыңдар. Екеуінің қолында да домбыра. Иә, балалар? Тамаша. Ал домбыра, осы бүгінгі біздің тақырыбымыз, яғни домбыра. Домбырасыз ән қайда? Домбырасыз сән қайда? Домбыраны біз қай жерлерде көп қолданамыз? Айтыңдаршы. Қандай жерлерде көп қолданамыз? Ән айтқанда. Домбыра керек па бізге? Керек. Тамаша. Жиын тойларда біз домбыраны көп қолданамыз, иә? Домбыра қазақтың ұлттық аспаптарының бірі, балалар. Яғни домбыраны таныстырып өтсем, сіздерге балалар, қараңдаршы. Мына жерде, міне, менің қолымда, яғни домбыра, иә? Түсі қандай? Қоңыр, иә, балалар? Ал енді, мынау домбыраның неменесі? Басы. Ал мынау шы? Мынау не нәрсесі? Құлағы. Құлағы. А мынау ұзын деген бұл? Тамаша, мойны. Ал мына деген? Пернесі. А мынау шы? Шегі. Ұзынша деген бұл шегі. Не балалар? А мына ағашты қалай аталады? Шегі. А мына ойығы. А мынау шы? Шанағы. Е, балалар, тамаша. Мынау түймесі. Түймесі. Балалар, яғни домбыра. Бұны қараңдаршы. Былай шертпеде қандай дыбыс шығып отыр? Біздің күйшілеріміз осы домбырамен күй шерткен, иә? Яғни домбырадан қандай әуен шығады? Құлаққа жағымды әуен шығады, иә, балалар? Енді бүгін жапсыру сабағында, балалар, біз домбыраны бейнелейміз. Яғни, балалар, қараңдаршы. Мына жерде қағазды аламыз. Барлығымыз қағазымызды алайықшы. Осындай қағазымызды аламыз. Не істеген? Екі бүктейміз. Яғни екі бүктейміз. Қарындашымыз. Балалар, сендерге бар ғой, қауіпсіздік ережесін естеріңе түсіріп кетейін. Біз қазір қандай заттарды қолданамыз? Жапсыру сабағында. Қайшы, тағы дұрыс айтасыз, клей, қарандаш және бумага, түрлі түсті бумага қажет, иә, балалар? Мынау не менің қолымда? Қағаз түрлі түсті, иә? Яғни балалар қайшымен жұмыс істеген бұрын біз қайшымен қиямыз ғой. Қайшыны не істеу керек достарымызға берген кезде? Міндетті түрде ұшынан қалай беру керек? Осылай беру керек, е, балалар? Қиған кезде, балалар, бір-бірімізге қайшыны не істейміз? Былай нұқымаймыз, балалар. Яғни қайшыны қалай ұстаймыз? Былай ұстаймыз, оны көкке көтермейміз. Енді абайлап ұстау керек, е, қайшыны ұстағанымыз керек. Енді мына қағазымызды алдық, екі бүктедік па? Бүктедік. Енді мына домбыраның біз шанағын істейміз.
қазір мен сендерге салып көрсетейін. Мен сендерге салып көрсетейін. Қараңдаршы. Бір жанына домбыраның шанағын саламыз. Бірінші басын, қараңдаршы. Көрдіңдер ме? Дәл осылай не істейміз? Бейнелеп аламыз. Ал кәне өздерінің бейнелерін көрсетіп көріп тұрсыңдар ма? Дәл осылай бейнелейміз. Қарағандаштарды алыңдар. Көріп тұрсыңдар ғой. Қарағандаштарымызды аламыз. Алып кеттік, бейнелейміз. Бәріміз бейнелейді бірінші. Қазір тосайық бір-бірімізге балалар. Мені көріп тұрсыңдар ғой, мен қалай бейнеледім? Дәл осылай, малай. Тамаша. Жарайсыңдар. Тамаша. Тамаша. Тағы бейнеледі екен. Бейнелеп алып бар. Ал енді, жаңа қауіпсіздік ережесін айттым. Бізге қайшымызда қию керек болады, балалар? Ал, міне қиямын мен. Қитындар ма? Міне, дәл осындай. Шықты ма шам? Қайсысы көрсете алады? О, тамаша. Нұрсәт, бір-біріміз тазалап. Тамаша. Тамаша. Жақсы. Бәріміз келіп ба? Біз тосайық достарымызды, Болдық па барлығымыз? Енді бізге қандай қағаз керек болады? Мойнын жасау үшін осындай қағазды аламыз. Сосын не істейміз? Қиямыз мойнын. Мойнын қиямыз. Мойнын қиып аламыз. Тамаша. Яғни балалар домбырада және шанағында не болады? Ою болады, Ол ою қандай оюға ұқсайды? Қошқар, мүйіз оюына ұқсайды, балалар, қараңдаршы. Қай жерде орналасады? Шанағының басында, яғни ою. Бізде оюды да бейнелеу керек болады, балалар. Қандай ою деді? Қошқар, мүйіз. Қошқар, мүйіз оюын бейнелейтін боламыз, Мойын болдық па? Мойын аламыз. Мойнын алдық. Не істедік? Шанағына жалғадық. Домбыра шықтына. Енді